Ішсең шұбат, бойға қуат, бұл қазақ медицинасында қалыптасқан тәмсіл сөз. Шұбат адамның дене қуатын арттырып, ауруға қарсылық қуатын жоғарылатады. Шұбаттың құрамында қанықпаған май қышқылы, темір, витамин сияқты денсаулыққа пайдалы құрамдар бар, денеге оңай сіңіріледі. Сондықтан ұзақ уақыт шұбат ішкенде дене қуатын арттырып, ауруға қарсы қуатты жоғарылатады. Шұбат қартаюды кешеуілдетеді. Жас шамасының ұлғаюына байланысты адам денесіндегі уыттың жиналуы мен бауырдың уытты айдау салыстырмасы бірдейлікті сақтай алмайды да қартаюды келтіріп шығарады. Шұбаттың құрамындағы витамин С-ның тотығуға қарсы тұру рөлі болғандықтан қартаюды кешеуілдету өніміне жетуге болады. Шұбат қан аздықтың алдын алады. Қан аздық қанның құрамындағы қызыл клетка мөлшерінің аздығына қаратылады. Мұның бір түрі темір жетіспеу сипатындағы қан аздық. Темір жетіспеу сипатындағы қан аздық қызыл клетканың құрамындағы темір элементінің аз болуына қаратылған. Шұбат сүйек пен тісті қуаттандырады. Шұбаттың құрамында көп мөлшерде витамин мен кальций болады. Кальций сүйектің ақаусыздығын сақтаудағы маңызды зат, сүйек пен тісті құрайтын маңызды құрам есептеледі. Шұбат балаларда болатын мешелдіктің алдын алады. Балаларда, әсіресе нәрестелерде түрлі себептерден кальцийдің кем болуы үнемі кездеседі. Егер кальций ұзақ уақыт кем болса, балалар мешел болып қалады. Сондықтан балалардағы мешелдіктің алдын алу үшін ең әуелі кальцийдің толық сіңірілуіне кепілдік ету қажет. Шұбаттың құрамындағы кальций мол әрі оңай сіңірілетіндіктен балаларды жеткілікті мөлшердегі кальциймен қамдап, мешел ауруының алдын алуда өнімі көрнекті болады. Шұбат денедегі холестериннің мөлшерін төмендетеді. Шұбаттың сиыр сүтімен салыстырғанда май құрамы жоғары болады. Шұбаттың құрамында көп мөлшерде май және қанықпаған май қышқылы болғандықтан адам денесіндегі холестериннің мөлшерін төмендету рөлін атқарады. Шұбат қандағы қант мөлшерін төмендетеді. Шұбаттың денсаулыққа пайдасы зор. Шұбаттан жасалған балмұздақ, шай, кофе сияқтылар қандағы қант мөлшерін төмендетіп, қантты несеп ауруына шалдығушылардың денсаулығын жақсартады. Бірлескен мемлекеттер ұйымының астық және ауыл шаруашылық ұйымы шұбаттың құрамындағы витамин С-ның мөлшері сиыр сүтінің құрамындағы витамин С-ның мөлшерінен 3 есе жоғары болатындығын, мұнан тыс шұбаттың құрамындағы темір, қанықпаған май қышқылы және витаминов мол болатындығын айтты. Зерттеулерге негізделгенде шұбат қандағы қант мөлшерін төмендетіп, қант диабеті ауруының алдын алады екен. Сіздердің тыңдағандарыңыз Мақсат медициналық орталығының бас директоры, философия ғылымдарының фейжі докторы, жоғары санатты дәрігер, балалар және ересектер неврологы Мақсат Әбдіқадырұлының мұрағат қорынан алынған пайдалы кеңестер. Құрметті тыңдармандар, біздің каналға тіркелсеңіздер, қазақ медицинасына тән болған бұдан басқа да көптеген құнды деректер мен пайдалы кеңестерді тыңдай алатын боласыздар. Ел аман, жұрт тыныш болсын, аяулы ағайын.